сабағымызды бастамас бұрын балалар, біз өткен сабақты бір қайталап кетейік, иә балалар, иә? Балалар, біз өткен сабақта магнитный конструктордан түрлі бұйымдар жасадық, иә? Көліктер жасадық, үйлер жасадық, көптеген заттар жасадық, иә балалар, иә? Біз магнитный конструктормен құрастыра отырып, біз геометриялық пішіндерді ажырата білдік, иә балалар? Айтыңдаршы, мына қандай пішін? Үш бұрыш, өте жақсы. Не үшін үш бұрыш деп аталады екен? Өте жақсы балалар. Ал мына қандай бұрыш, қараңдаршы? Өте жақсы. Не үшін төрт бұрыш деп аталады екен? Өте жақсы. Ал балалар, айтыңдаршы, шеңберде бұрыш бола ма? Жоқ. Болмайды, иә? Ол себебі домалақ екен, иә балалар? Өте жақсы. Балалар, бүгін бізде өте қызықты, керемет сабақ. Бүгін біз сендермен робот құрастыруды үйренеміз. Робот құрастырғыларың келе ма? Ал ендеше балалар, бүгінгі сабақты мен бір қызық ертегімен бастайыншы? Мені тыңдаңдар, иә? Ертеде, ешкі жүні бөртеде, баяғы бір заманда тұмсығы ұзын құс болыпты. Оның тұмсығы ұзын болғандықтан, онымен ешкім дос болмайды екен. Сол себепті ол көңілсіз жүреді екен. Бірақ ол өте мейірімді екен. Біраз уақыт ол көңілсіз жүреді, жалғыз жүреді. Және күндердің күнінде ол сиқырлы Лего елі жайлы естиді. Және сол елге сапарға аттанады. Жолдарда көптеген тосқауылдардан өтіп ол сиқырлы Лего еліне келеді. Сиқырлы Лего еліне келген кезде ол жердегі барлық заттар майда текшелерден құрастырылған екен. О жердің тұрғындары да майда текшелерден құрастырылған екен. О жерде достық, бақыт мекендейді екен. О жердегі құстар, жануарлар, тұрғындар бәрі тату, тәтті дос болып өмір сүріпті. Және ол жерде құс өзіне көптеген достар артыпты. Және сол жерде ол бақытты, ұзақ өмір сүріпті. Балалар, бүгін біз робот құрастыру үшін сол сиқырлы Лего еліне баруымыз керек. Сол жерде робот құрастыруға арналған құрал саймандардың бәрі бар. Сиқырлы Лего еліне барғыларың келе ма? Ал ендеше бүгін біз сапарға сиқырлы Лего еліне барамыз, аттанамыз, кәне? Біз ол жерге балалар аспан әлеміне саяхат жасап, тікұшақпен барамыз. Балалар, қараңдаршы, аспан қандай керемет, иә? Түсі қандай екен? Өте жақсы. Аспанда нелер бар екен? Өте жақсы, керемет. Біз балалар сиқырлы Лего еліне жақындап қалдық. Кәне? Міне біз сиқырлы Лего еліне келдік. Ой, балалар, қараңдаршы. Сиқырлы Лего еліне кіру үшін біз мына сиқырлы көпірден өтуіміз керек екен. Ал бұл көпірдің бізге берер бір тапсырмасы бар екен. Тапсырмасын орындаймыз ба? Бұл жерде сиқырлы көпір бізге мына ұлудың пішінін құрастырып беріңдер депті. Бұл жерде сандарды рет-ретімен қойып, ұлудың пішінін құрастырамыз. Ал ендеше кәне балалар, құрастыруды бастаймыз. Сандарды рет-ретімен қойып, құрастыруды бастаймыз. Дұрыс, Айзерем, өте жақсы балалар. Өте жақсы. Өте жақсы. Сендер санауды білесіңдер ғой, иә балалар, иә? Кәне санап көрейікші? 1, 2, 3, 4. Бұл жерде қандай сан жоқ екен? 5. Кәне 5-ті қойыңдар өздерің. Өте жақсы. 5-тен кейін қандай сан? 6. Өте жақсы. Керемет балалар, жарайсыңдар. Сендер ұлудың пішінін өте керемет қылып құрастырдыңдар. Сендерге мен ризамын. Сиқырлы көпір, біз сенің тапсырмаңды жақсы орындадық деп сенеміз. Сиқырлы есігіңді бізге ашасың ба? Иә, ашамын. Өте жақсы балалар. Міне біз
Қараңдаршы, біз сиқырлы лего еліне келдік. Бұл жерде барлығы ертектегідей екен, я балалар, я? Бұл жердің тұрғындары да майда текшелерден құралған екен, я? Бұл жерде көптеген роботтар бар екен, я балалар, я? Қараңдаршы, сендерге ұнады ма? Қараңдаршы, бұл жерде достық, махаббат, татулық бар екен, я балалар, я? Бұл жердегі барлық заттар бір-бірінен дос екен, я? Ал балалар, бұл жерде біздің сабағымызға арналған робот құрастыратын құрал-саймандардың бәрі бар екен, я? Балалар, робот құрастырмас бұрын біз бірінші роботтың не екенін біліп алайық, я? Балалар, робот дегеніміз бағдарламалауға болатын машина екен. Роботтар түрлі жұмыстар атқарады екен, және әртүрлі қозғалыстар жасайды екен, балалар. Балалар, бір ғана қозғалысты жасайтын машиналарды робот деп атамаймыз. Оларды жай ғана автомат деп атайды екенбіз. Ал бірнеше қозғалыстар жасайтын, жұмыстар атқаратын машинаны біз робот деп атайды екенбіз, балалар, я? Балалар, робот құрастыру үшін бізге мынандай құрал-саймандар керек екен, я, балалар, я? Балалар, қараңдаршы. Мына бөлікті біз смарт-хаб деп атаймыз. Смарт-хаб. Өте жақсы. Балалар, смарт-хаб немен жұмыс жасайды екен? Батареялармен. Өте жақсы. Балалар, ал қараңдаршы, мына құрылғыны не деп атайды екен? Датчик деп атайды. Датчик. Өте жақсы. Ал балалар, мына құрылғыларды блоктар деп атайды. Блоктар. Өте жақсы. Ал мынау текшелер. Өте жақсы. Біз осы құралдармен біз қазір робот құрастырамыз, балалар. Балалар, робот құрастырған кезде біз сақтық ережелерін ұмытпаймыз. Қандай сақтық ережелерін білетін едік? Су қолымызды ұстамаймыз, аузымызға салмаймыз. Өте жақсы. Сақтық ережелерді сақтай отырып, бірінші біз саусақ жаттығуын жасап алайық, я, кәні? Добым менің домалақ, бір орында тұрмайсың домалақ. Үстел үстін бүлдірдім, тәрекені сындырдым. Өте жақсы, балалар. Ал ендеше ноутбуктағы үлгіге қарап, робот құрастыруды бастаймыз. Роботты өздерің қалаған ұнатқан робот құрастыруға болады. Ал ендеше іске сәт робот құрастыруды бастаймыз. Балалар, робот құрастырып жатқан кезде мен робототехника жайлы айтып кетсем. Профессор, физик, математик, физика ғылымдарының докторы Асқар Жұмаділдаевтың сөзімен бастасам. Заман ағымнан қалма, жаңа технология ілес деген сөзін ұранға алып, білім бастауы балабақшада біз робототехниканы енгіздік. Робототехника баланың жан-жақты үйлесімді дамуын қамтамасыз етеді. Егер баланың бойында техникаға деген қызығушылығын байқасақ, неге оларға роботтар құрастыруды үйретпеске? Робот құрастырған кезде балалар оқу оқымайды, жазу жазбайды, оқулықтар ақтармайды. Олар жай ғана үлгіге қарап робот құрастырады. Робот құрастырудың барлық саты ойын, және ұйымдастырылған оқу әрекеті де ойын жүзінде іске асады. Бала ойын ойнау арқылы ойнайды, дамиды, роботтарды бағдарламалайды және іске қосады. Робототехника балаларға жан-жақты үйлесімді дамуын қамтамасыз етеді. Олар ұсақ қол моторикасын, сөйлеу дағдысын, ойлау қабілетін дамытады және математикалық шеберліктерін дамытады. Робототехника бәрімізге әйгілі құрастыру таным саласының бір бөлімі. Құрастыру дегеніміз әртүрлі заттардан, картоннан, немесе қағаздан, немесе құрылыс материалдардан бұйымдар жасау дегеніміз. Құрастыру екі түрге бөлінеді: шығармашылық және техникалық. Шығармашылық түрін күнделікті біз құрастыру сабағында қолданып жатырмыз. Олар қағаздан, картоннан жасалған бұйымдар. Ал робототехника негіздерін біз құрастырудың техникалық түріне жатқызамыз. Құрастыру оймен тікелей байланысты. Бала ойын ойнайды және ойлайды және дамиды. Робототехника негізінен 7-8 жастан бастап балаларға үйрету керек деген тұжырым бар еді.
Кейіннен ғалымдар ол тұжырымның негізсіз екенін дәлелдеп, робототехника негіздерін 3-4 жастан бастап үйретуге болатынын дәлелдеді. Және ол өз нәтижесін көрсетті. Біз сол ғалымдардың тәжірибесіне сүйене отырып, робототехника негіздерін ортаңғы топ тәрбиеленушілеріне үйреттік, және балалар оны меңгере алды. Оның нәтижесін слайдтан байқасаңыздар болады. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Baby, donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Baby, donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Біздің робототехниканың отаңғы топ тәрбиеленушілеріне үйреткен едік, және ол өзінің нәтижесін көрді. Нәтижесін осы слайдтан байқаған боласыздар. Кәне балалар, кім робот құрастыра білді? Мен. Кім? Индира, сен қандай робот құрастырдың? Мен жүргізуші робот. Роботыңның аты не? Оның аты Майлош. Өте жақсы. Индира, сенің роботың өте әдемі, керемет шығыпты. Роботыңды кәне іске қосып көрейікші. Кәне? Кәне? Смарт хабты қосамыз. Өте жақсы, Индира. Өте жақсы. Смарт хаб іске қосылды. Енді роботты жүргізуді бастаймыз, кәне? Қосылды. Индира роботты өзі құрастырды, және өзі бағдарламалады. Енді роботты іске қосады. Кәне, сен роботың жүре ме деп? Жарайсың, Индира. Енді роботыңды алға жүргізіп көрейін, Индира, Я. кәне? Бұлар алға, сенің роботың алға, артқа жүре алады екен, я? Кәне. Ой, керемет, сенің роботың және айналады екен ғой, я? Сенің роботың өте керемет шықты. Маған сенің роботың қатты ұнады. Ал енді кім құрастырып болды? Мен. Бегарус құрастырып болды, кәне? Роботыңды біз аяққа барып бағдарламадың ғой, я? Енді оны іске қосамыз, я, балалар, я? Кәне? Өте жақсы. Бегарус, кәне, оны бағдарламалап, енді роботыңды смарт хабты қосамыз, бірінші Бегарус. Смарт хабты қосамыз, кәне? Жақсы, өте жақсы. Кәне, қоса ғой. Енді іске қосамыз. Іске қоса ғой, енді. Болады, Бегарус.
смартфонды кәне. Ой, сенің смартфоның іске қосылды. Енді роботты іске қосамыз кәне. Кәне, бөйгерсің роботын көрейікші кәне. Сен роботыңның аты не? Зыртемір. Себебі ол ауыр заттарды таситын робот екен, я? Иә. Өте жақсы. Кәне, іске қосайық. Біз Бегар сенің роботың іске қосқанша біз Айзеренің роботын көрейікші. Айзере, сен қандай робот құрастырдың? Кәне, мына хакеп көрейікші кәне. Сенің роботыңның аты не, Айзере? Майя. Сенің роботың қандай қызмет атқарады? Ол бал жинайды. Өте жақсы. Ол айналасындағы гүлдердің балын жинайды. Кәне, роботыңды іске қосып көрейікші. Сенің роботың айналады екен ғой, Айзере? Іске қоса қойды. Айзере, тағы іске қосып қойшы, жаным. Өте жақсы. Біз Бегарсың роботы не болды екен? Кәне көрейікші, Бегарс, сенің роботың неге іске қосылмай жатыр екен? Дұрыс бағдарламаладың ба? Бегарс, сенің роботың іске қосқанша біз бір сергіп алайықшы, кәне. Бір сергі сәтін жасап алайықшы, кәне, келіңдерші. Кәне, бір сергі сәтін жасаймыз. Кәне, балалар, бұл жерде қолдардың, алақанның, жұдырықтың ізі бар, я, сол арқылы сергі сәтін жасаймыз. Балалар, бір сергіп алдыңдар ма? Қолдарың бір сергіп қалған шығар, я, балалар? Балалар, сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Маған қатты ұнады. Маған сенің құрастырған роботтарың өте қатты ұнады. Индира, сенің роботыңның аты не еді? Майло. Өте жақсы. Ал, Айзере, сенің роботыңның аты не? Майя. Сенің роботыңның аты Майя. Демек бұл ара роботы ғой, я? Иә. Сенің роботың балдар жинайды екен, я? Өте жақсы. Ал біздің бүгінгі Бегарстың құрастырған роботы Зыртемір деп аталады екен, қараңдаршы. Ол өзінен үлкен заттарды тасиды екен, я, балалар, я? Иә. Өте жақсы, балалар, маған сендердің құрастырған роботтарың қатты ұнады. Өздеріңе ұнады ма? Иә. Тағы да робот құрастырғыларың келе ма? Иә. Өте жақсы, балалар, сендер роботтың бұдан да күрделі түрлерін құрастырғыларың келе ма? Иә. Болашақ бүгіннен басталады деп, білім бастауы балабақшада біз робототехниканы енгіздік. Және өз нәтижесін көрсетті. Бүгіннен бастап біз баланың бойына робототехника негіздерін ендірсек, келешекте олардан мықты инженер технологтар шығатынына мен кәміл сенемін. Және сол үшін аянбай еңбек етемін. Назарларыңызға рахмет. Назарларыңызға